сұрақ бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Назиля Ескендирова. Бүгін бізде қонақта университетіміздің белсенді студенті, жастар ісі жөніндегі комитетінің мүшесі, Інжу би тобының жетекшісі. Бүгінде Ажар университетіміздің дизайн мамандығында 3-ші курс білімгері. Қош келдіңіз, Ажар. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Бүгінгі сұрақтарыма шынайы жауап бересіз деген ойдамын. Әрине. Дайынсыз ба? Дайынмын. Бастайық. Бірінші сұрағым, неге Жетісу мемлекеттік университетін таңдадыңыз? Өйткені Жетісу мемлекеттік университет өте маған қатты ұнайды. Бастапқыда мектепті бітірер кезімде осы университетке түсем деген ойда болған. Ойыңыздан шықты ма? Әрине шықты. Сүйікті кітабыңыз? Мұқағали Мақтаев. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын оқыдыңыз ба? Әрине. Ең алғаш жетістігіңіз? 5 жасымда үлкен сахнаға шығып, би жарысынан бас жүлде алғанмын сол кезде. Өте керемет. Мамандығыңызға деген сүйіспеншілігіңіз? Мамандығым қазіргі таңда міне 3-ші курс оқып жатырмын дизайн мамандығында. Осы мамандығыммен болашақта үлкен жетістікке жетем деген бір ойда. Сүйікті ұстазыңыз? Сүйікті ұстазым тарих пәнінен Анар апай. Өзіңіз оқыған және елге, жастарға кеңес беретін 5 кітабыңыз? Мұқағали Мақатаев, Абай жолы және Пушкин, Лермонтов, сол кісілердің кітабын оқысын деген жаңағы ойдамын. Университетіміздің даму жолында өз үлесіңізді қостым деп ойлайсыз ба? Әрине қостым өз үлесімді. Өмірге деген көзқарасыңыз? Өмірді жақсы көремін деп те айтуға болады. Және осы өмірде көп жетістіктерге жетсем екенмін, өзімнің мамандығымды бітіріп, сол мамандығыммен жұмыс жасап, адамдарға өзімнің көмегімді беруге деген сондай ынтам жаңағы бар ақыры. Өте керемет. Сіздің жаман қасиетіңіз? Менің жаман қасиетім ол мен өте қырсық адаммын. Сол жаман қасиетті. Жақсы қасиетіңіз? Жақсы қасиетім адамдарға көмек беру, қолымнан не келеді, соны адамдарға жаңағы шабытымен, ынтаммен көмек беріп, жаңағы өзімнің ойымды айтып дегендей. Өте керемет. Жасырын талантыңыз? Актриса. Мансап па әлде отбасы ма? Әрине отбасы. Алғашқы табысыңыз? Алғашқы табысым осы бимен айналысқан кезімде. Алғашқы махаббатыңыз және ол немен аяқталды? Алғашқы махаббатым 7-ші класстан басталды. 4-5 жылдай махаббат болды. Және немен аяқталды? Ол оқуға алыс жерге кетті. Мен де осы Талдықорған қаласына да оқуға түстім. Сонымен екеуміздің арақашықтығымыз өте бөлініп кетті. Болашаққа деген көзқарасыңыз? Өмірге деген көзқарасым, бағанада айтып жаттым ғой, осы дизайн мамандығында оқып, дизайн болып, болашақта сол қыз жігіттерге киім тігіп, кереметтей сол киімді қыз жігіттерге арнап, үлкен белестерден көрініп, жетістіктерге жетіп, және өзімнің ата-анама өзімнің еңбегімді көрсеткім келеді. Өте керемет, армандарыңызға жете беріңіз. Болашақта мамандығыңыз бойынша жұмыс жасаймын деген ойдасыз ба? Әрине. Қазірден бастап қолыма алып отырмын. Өте керемет. Қандай жерде жұмыс жасағыңыз келеді? Мемлекеттік жергілікті басқару, сол орындарда жұмыс жасағым келеді. Адалдық немесе пайда ма? Әрине адалдық. Сүйікті актеріңіз? Сүйікті актерім Тәуекел Муслим. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Спортпен және бимен. Елдегі саяси жағдаймен таныссыз ба? Әрине таныспын. Өте бір орынды сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Тұрмысқа шығуға жоспарыңыз бар ма? Қазір жоқ. Қанша баланың анасы атанғыңыз келеді? 2 баланың.
Болашақта отбасын құрғаннан кейін мансабыңызды жалғастырасыз ба? Әлде болашақ жарыңыз сізге үйде отыр десе? Әрине жалғастырамын, бірақ жолдасым егер жоқ, жұмыс жасамай үйде отыр деп атса, енді ол жағын көре жатамыз, уақыт көрсетеді. Жарыңызға қояр талабыңыз? Маған деген адалдығы болсын, жаңағы мені құрметтесе дегендей, мен ата-анамды құрметтесін деген талаптар қояр едім. Шетелде тұруға қалай қарайсыз? Әрине бұл қалай айтсам болады, арманда деп те айтуға болады, бірақ өзімнің өз еліме, өзімнің Қазақстаныма ешқандай шетел елі жетпейді деп ойлаймын, сондықтан Қазақстанда тұрамын. Яғни айтқанда, өзге елде ұлтан болғанша, өз еліңде сұлтан бол. Адам бойында қандай қасиетті бағалайсыз? Адамгершілік, адалдықты, имандылығы, өтірік айтпайтын, сол қасиеттер. Өзіңізді өзгелерден биік санайсыз ба? Жоқ, санамаймын. Неге? Енді қалай айтсам болады. Жетістіктерге жетіп жатсыз. Жеткенмен де адамдармен бір неде болған дұрыс деп ойлаймын. Бір деңгейде. Жалпы ешкімді бөлмейсіз? Бөлмеймін, жоқ. Өте керемет. Сіз патриотсыз ба? Әрине патриот. Ең соңғы сұрағымыз, барлық сұрақтарға шынайы жауап бердіңіз ба? Иә. Өте керемет. Ажар, барынша шынайы болғаныңызға алғысымыз шексіз, үлкен табыстарға жете беріңіз. Осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.